Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның хадис шарифында айтыпты. Мен ла хаякын ва ла иманын лаху деп, яғни кімнің ұяты жоқ болса, оның иманы да жоқ деген. Біздің қазақтың өзінің мақалы да бар. Ұят кімде болса, иман сонда деген. Енді бұл сөзден білінді, ұят өзі иманның бір мүшесі екен. Олай болғанда білмек керек. Ұят өзі қандай нәрсе? Бір ұят бар, надандықтың ұяты. Жас бала сөз айтудан ұялған секілді, жақсы адамның алдында жазықсыз-ақ әншейін барып жолықсудан ұялған секілді. Не шариғатқа теріс, не ақылға теріс жазығы жоқ болса да, надандықтан бойын керістендіріп, шешілмегендік қылып, ұялмас нәрседен ұялған ұялу ақымақтық, жамандық. Шын ұят сондай нәрсе, шариғатқа теріс, я ақылға теріс, я абыйырлы бойға теріс бір себепті болады. Мұндай ұят екі түрлі болады. Біреуі, ондай қылық өзіңнен шықпай-ақ, бір бөтен адамнан шыққанын көргенде, сен ұялып кетесің. Мұның себебі, сол ұятсызды қылған адамда есіркегендіктен болады. Япырмай, мына байқұсқа не болды? Енді мұның өзі не болады дегендей, бір нәрсе іштен рақым секілді болып келіп, өзіңді қысып, қызартып кетеді. Біреу сондай ұят, шариғатқа теріс, я ақылға, я абыйырлы бойға теріс, я адамшылыққа кесел қылық, қатеден яки нәпсіге еріп, ғапылдықтан өз бойыңнан шыққандығынан болады. Мұндай ұят қылық қылғандығыңды бөтен кісі білмесе де, өз ақылың, өз нысабың өзіңді сөккен соң, іштен ұят келіп, өзіңе өзің жаза тарттырады. Кірерге жер таба алмай, кісі бетіне қарай алмай, бір түрлі қысымға түсесің. Мұндай ұяты күшті адамдар ұйқыдан, тамақтан қалатұғыны бар. Қатта өзін өзі өлтіретіған кісілер де болады. Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы, иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіп қылған қысымның аты. Ол вақытта тілге сөзде түспейді, көңілге ойда түспейді. Көзіңнің жасын, мұрныңның суын сүртіп алуға да қолың тыймайды. Бір ит боласың. Көзің кісі бетіне қарамақ түгіл еш нәрсені көрмейді. Мұндай қылыққа жетіп ұялған адамға өкпесі бар кісі кешпесе, яки оның үстіне тағаямай өртендіріп сөз айтқан кісінің өзінің де адамшылығы жоқ десе болар. Осы күнде менің көрген кісілерім ұялмақ түгіл қызармайды. Ол істен мен ұятты болдым дедім ғой. Енді нең бар дейді. Я болмаса, жа. Оға, мен ұятты болайын. Сен өзіңді сөйтпеп бедің дейді. Немесе, пәленше де, түгенше де тірі жүр ғой. Пәлен қылған, түген қылған. Менік оның қасында не сөз? Пәлендей, түгендей мәнісі бар емес бет деп ұялтамын десең, жай отырып, дауын сабап отырады. Осыны ұялған кісі дейміз бе, жоқ әлде ұялмаған кісі дейміз бе? Ұялған десек, хадис анау, жақсылардан қалған сөз анау. Осындай адамның иманы бар дейміз бе, жоқ, иманы жоқ дейміз бе?